Армысыз көрермен, тұздың пайдасы туралы білгіңіз келсе, каналыма тіркеліп, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіз. Тұздың пайдасы. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс керіске тап боласың деген ырым тиымдар бар. Сондай-ақ көне көз апаларымыз, тұзды иығыңнан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жатады. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіргеннен басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре бастайды. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын, оны бір уыс тұз ерітілген жылы суға 2-3 рет бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз. Шикі жұмыртқаны әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданылмайды. Жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да тұзды суға ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін соны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпын ұзақ сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ащы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып алса, тұзы кемиді. Егер сорпа тым қатты тұздалса, жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталаған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін форма астына аздап тұз салу керек. Балдыр иісі шыққан балықты тұзы ащы езілген салқын суға салып қойса, жаман иіс кетіп қалады. Балық тазалаған кезде қолды тұзға батырып алу керек. Бұл еңбекті жеңілдетеді. Қабығы жарылған жұмыртқаны тұзды суға салып пісірсе, ақпайды. Овыштағы жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Шойын ыдысты тат басса, оны тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен сүртіп кетіруге болады. Кірленген шойын ыдыстарды елеп алынған майда құммен түрлі қағазбен ысып тазалап алып, одан кейін сода қосылған сумен жуу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, тұз салып, өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз да, біраздан кейін сол тұзбен табаның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табаның ішін өсімдік майымен майлап, пешке қойып әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Біріншіден, бұл тұз малшылардың айтуынша тұздың малға пайдасы өте көп. Мал тұз жемесе семірмейді. Ішкен жегені жұқпай тез арықтайды. Екіншіден, ауруға тез шалдығады. Бір ай тұз жемеген малдың мұрнынан маңқасы ағып күркілдей бастайды. Үшіншіден, тұз жемеген малдың еті су татып дәмді болмайды. Еті тығыз да болмайды. Керісінше ашылаған малдың айызы қанып, тұз жесе тәбеті артып тез семіреді. Ауруларға да көп шалдықпайды. Еті тығыз, дәмі дәмді болады. Тұздың киесі туралы адам ағзасына әкелетін өте көптеген пайдасына байланысты айтылған болса керек. Мысалы, жаңа туылған сәбиді 40 күн тұзды суға шомылдырады. Сонда баланың терісі тез ширап,
түрлі тері ауруының алдын алады. Сонымен бірге денедегі судың сақталып тұруына ықпал жасайды. Ал ревматизм аурулары табандарына тұзды қыздырып, қуырып деп те айтылады. Басса жақсы болады. Ал адам денесіндегі сынықты таңғаннан кейін түйенің шудасына түйені ұзын жүндері қара тұзды талқандап, оны тұзды суға шылап 7 күн тартады. Сонда сынған жерде суық қалмайды, және кейін сарысу тұрмайды. Тұзды лайықты тұтынған адамның денесі бұлшық еттері қартайғанда салбырамайды, жиналып тұрады. Ауызды тұзбен шаю, аяқты, басты және денені тұзбен үнемі жуып тұру түрлі аурулардың алдын алатыны белгілі. Сонымен қатар, ана сүтінің құрамында да тұз болатыны дәлелденген. Ана сүтінде де тұз болады. Нәрестеге қажетті тұз ана сүті арқылы баратыны ғылымда дәлелденген. Кей адамдар көз тиіп ауырғанда отқа тұз салып ұшықтайды. Кей түркі халықтарында үйленген жасты тұзбен аластау дәстүрі әлі сақталып келеді. Сол секілді тұзды баспа, тұзды шашпа, астың дәмі келмейді, тұз болмаса үйдің сәні келмейді, қыз болмаса деп айтады. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс керіске тап боласың деген ырым тыйымдар да бар. Ал сіз, көрермен, тұз туралы қандай ырымдарды білесіз? Олай болса, комментарийға жаза кетіңіз.